Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ханымның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға жұмыртқамызды және жылы суға тұзымызды салып, ұнымызға құйып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пиязды жұқа етіп майдалап турап аламыз. Және асқабақты үкіштен немесе төртбұрышты етіп өзімізге қалай ыңғайлы солай етіп турап аламыз. Менде тартылған ет сиыр еті, қой етін де қолдансаңыздар болады, жылқы немесе кез келген ет түрін қолдансаңыздар болады. Салмамыздың бәрін салып, дәміне қарай тұзбен бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Он минуттан кейін қамырымызды алып, жұқа етіп оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жұқа етіп жайылған қамырдың арасына сұйық майды толық бетіне жағып шығамыз. Салмамызды жұқа етіп жайылған қамырдың бетіне толық салып шығамыз. Жарты бөлігіне ғана саламыз. Және дөңгелетіп орап шығамыз. Бетіне сұйық майымызды жағып, келесі табаға дәл осылай етіп жарты бөлігін саламыз. Дөңгелетіп орап, бетіне сұйық майымызды жағып, қайнап тұрған суға 30 немесе 40 минутқа бетін жауып қоямыз. Біздің орама нандарымыз дайын, дәмі сондай керемет болып шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.